Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге сосиска на тесте рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жұмсақ және тойымды болып шығады. Егер менің каналыма алғаш рет келсеңіз, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Бізге керекті ұн, жылы сүт, шекер, аштыққа, сұйық май және тұз қажет болады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жылы сүтті құйып, үстіне шекерді салып, жақсылап араластырамыз. Онан соң аштығымызды және тұзымызды саламыз. Сосын сұйық майымызды қосамыз және соңында ұнды електен өткізіп, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, 2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Біздің қамырымыз ашыды, оны жайып, ұзын-ұзын жолақтарға бөліп шығамыз. Видеода көрсетілгендей сосисканы орап шығамыз. Немесе өз қалауыңызда орасаңыз да болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз, 180 градусқа 30-40 минутқа пешке саламыз. Міне достар, біздің сосискамыз дайын болды. Өте керемет болып шықты, жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Ас болсын.